Сәлем достар, қағаздан жасалатын оңай гүлдің үлгісін сізге көрсеткім келеді. Ол үшін бізге мынадай компьютерге арналған 3 ақ бет болса жеткілікті. Енді сіздерге қазір мынандай қызыл түсіне көрсеткім келіп тұр. Так, ол үшін қағазды былайынан бүктеп аламыз. Мына жағын қиып тастаймыз. Содан кейін мінекей жабамыз. Осы күйінде бір бүктейміз. Содан кейін осы тұрған күйінде тағы бір бүктейміз. Қолымызды алмай осы күйінде тағы бір бүктейміз. Бізде мынандай қағаз шығу керек. Содан кейін бізге мына жері қажет болмайды. Сондықтан да мынадан бастап былайынан бүйтіп қиямыз. Қидық. Содан кейін осы жерден бастап былайынан қитып шығамыз. Қауырсын қанаттары сияқталып бүйтіп қиып шығамыз. Жасалуы өте оңай әрі жылдам. Класстағы оқушылармен, үйде, балаларыңызбен, балалар туған күндерінде немесе класстағы оқушылармен де жасап көруге болады. Ашамыз. Мінекей біздің гүліміз асты дайын болды. Дайындап жасап қойдым. Соны қондыра қояйын. Аламыз. Екінші көзді жабыстырамыз. Желім жағамыз. Так. Келесін жабыстырамыз. Одан кейін күтеші дейме соңымызды алып, былай ортасына желімде қоямыз. Мінекей біздің гүліміз дайын болды. Осындай гүлдермен мерекелерді, үйлерді, қуаныштарды әдемі етіп безендірулеріңізге әбден болады. Көп рахмет, сау болыңыздар.